Бүгін біз 2023 жылы шыққан 57 секунд деген фантастикалық кино туралы айтамыз. Достар, бейне басталмас бұрын каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Ал ендеше кеттік. Кино басында Франклин деген жігіт ұшақпен жерге құлайын деп жатады. Содан Франклин басынан бастап өзінің оқиғасын айтып кетеді. Франклин өзі нейрожелілер шығаратын бір компанияға менеджер болып жұмысқа кіреді. Компания басшысы Энтон Бюрл деген шал еді. Франклин деген кейін Джала деген қызбен танысады. Солай бірден танысып, Франклин ол қызды кешкі кездесуге шақырады. Сосын Франклин Энди деген досына келеді. Энди оған білезік береді. Тек осы білезік арқылы бұл ғимараттың ішінде анда-мында жүруге болады екен. Солай Франклин екі күзетшіге барып білезігін көрсетеді. Тексеріс біткен соң Франклин сахнаның сыртына келеді. Залда деген бәрі сол Энтон Бюрлды күтіп отырген. Бір кезде Франклин бір көлікті көріп қалады. Одан Энтон Бюрл түседі. Қасында бір түрлі күзетшісі бар екен. Франклин пердеге тығылып қалып еді. Бір кезде Энтон жетіп келіп, сіз кімсіз дейді. Франклин болса, мен сізден сұхбат алсам бола ма дейді. Энтон болса сахнаға шығып кетеді. Сосын жұртқа өзінің шығарған білезіктерін айта бастайды. Болашақта бұл білезіктер дәрінің орнына болады дейді. Көрерменнің арасында Ренни мен Калверт деген адамдар отыр. Сыртта тұрған күзетшілердің ішінде біреуі екіншісін тоққа түсіріп, сосын ішке кіреді. Содан кейін ол Энтонға атылмақшы еді. Франклин ол жігітті құлатып, Энтонды құтқарып қалады. Басқа күзетшілер келіп, ол жігітті алып кетеді. Энтон болса Франклинге рахмет айтады. Сосын сұхбаттың болатынын айтады. Біраздан кейін тергеуші келіп, Франклиннен не болғанын сұрайды да кетіп қалады. Франклин осы уақытта жерден жүзік тауып алады. Сосын жүзіктің бетін сипап қалғанда жап-жаңа болған оқиғалар артқа оралып қайтадан қайталанады. Франклин шошып кетеді. Тергеуші сол кетіп қалады. Сосын кешке кездесуге барады. Джаланы күтіп отырады. Осы жерде де ол жаңағы жүзіктің бетін сипап қалады. Кафедегі жағдай тағы да қайталанады. Сонда Франклин есептеу үшін секундомер қосып қояды. Сөйтсе бұл жүзік 57 секундқа артқа қайтарады екен. Біраздан кейін Джала да келеді. Екеуі сосын көшеде біраз қыдырып қайтады. Сиг Торренсон деген бай кәсіпкер болады. Бағанағы Ренни мен Калверт екеуі бұл кісіде жұмыс істейді екен. Сиг Торренсон өзі зиянды заттарды шығарады. Франклиннің үйінде Джала жүреді. Бәрі жақсы болды деп қояды. Бір кезде Франклиннің көлігін алып кетеді. Ол далаға бірақ шығады да сол 57 секундқа қайтадан артқа шегінеді. Бірақ ештеңе өзгере алмайды. Себебі көліктің салығын төлемепті. Сол жайлы Франклин үйіне келіп Джалаға айтып отырады. Бір кезде Франклин телевизордан казино ойындарын көріп қалады. Джала кетіп қалғанда Франклин бірден казиноға барады. Сосын сол 57 секунд арқылы қате жасаған қадамдарын түзеп отырады да қаншама ақша ұтып алады. Келесі күні тағы да барады. Кейін шығып бара жатқанда бұл жердегі күзетшілер оны бір береді. Франклин 57 секундқа артқа келіп ақша алып жатқан жерінен маңайына қарайды. Сосын күзетшілердің бері келе жатқанын байқап сыртқа қашып кетеді. Сосын далада жай кетіп бара жатқанда басқа күзетшілер оның артынан бір береді. Франклин бері бұрылғанда әлгі күзетшілер оған, сен тоқтамай бүкілін ұттың ғой, сенің жасырын қулығың бар дейді. Бір кезде Калверт тұрады. Мен сендердің тұрақты клиенттерімін, мына істеп жатқандарың болмайды дейді. Күзетшілер кетіп қалады. Калверт те таңғалып ол жігітпен бірге тамақтанады. Калверт болса, сені менің бастығым Сиг Торренсон шақыруда дейді. Франклин оған, әрі кетсінші ол деп кетіп қалады. Калверт оған, өзің айт деп телефон нөмірін қалдырып кетеді. Франклин болса үйінің қатырып қойыпты, тіпті Джала кеп таңғалады. Джала кейін Франклиннің ноутбугынан қызын суретін көріп қалады. Бұл кім деп таңғалады. Сөйтсе Франклиннің қарындасы екен. Қарындасы кезінде Сиг Торренста жұмыс істепті. Сонда оны өлтіріп тастапты. Енді баяғыдан бері Франклиннің арманы Сиг Торренстоннан кек алу екен. Кейін Франклин Джалаға да сыйлық алғанын айтады. Одан кейін сыртқа шығып әдемі көлік алғанын көрсетеді. Бір кезде Франклинге қоңырау шалынады. Сөйтсе Энтон екен. Сұхбат алуға дайынсыз ба? Көлік келіп тұр дейді. Энтонның бір түрлі күзетшісі келіп тұр екен. Франклин сонымен кетіп қалады. Артынан Франклин Энтоннан сұхбат алады. Сіздің білезігіңіз болашақта бүкіл ауруға ем болады ма дегендей сұрақтар қоя бастайды. Түнге қарай Франклин Джаламен ақылдасып, ақыры Сиг Торренспен кездесуге барады. Мақсаты қасына жақын болу еді. Сиг Торренсон оны қарсы алып, сен туралы естідім дейді. Франклин болса оның сөзін жаттап алады да, сосын сен менің қарындасымды өлтірген деп оны бір ұрып алады. Сосын 57 секундқа артқа келеді. Сиг айтайын деп тұрған сөзін Франклин қайталап береді. Сонда Сиг таңғалады. Сен кереметсің ғой дейді. Мен сені жұмысқа аламын, $100,000. Бірақ сен тағы да менің не
істейтінімді айтасың дейді. Сейктің қасындағы бір қыз келіп, сүріне жаздап, Сейктің мойнынан сүйеді. Франклин жүзікті сипап, сосын осының бәрін Сейкке айтып береді. Және дәл солай қайталанады. Сейк болса таң қалады. Калвертке қарап, сенің орныңды басты бұл жігіт дейді. Осылайша Франклин кетіп қалады. Кейін үйіне келіп, аяқ асты Джалаға тұрмысқа шығасың ба деп ұсыныс айтады. Джала болса қуана келіседі. Кейін келесі күні Франклин Сейк Торренсқа жұмысқа келеді. Франклинге тіпті жеке бөлме береді. Сейк болса өзінше қасына қыз жіберіп, оның басын айналдырамын деп ойлайды, бірақ Франклин Джалаға адал еді. Франклин болса қайта казиноға бару арқылы ақшасы көбейіп, үлкен үй сатып алады. Артынан Сейк Франклинді әйелімен Дубайға қыдыруға шақырады. Олар сол жаққа көңіл көтеріп жүргенде, Франклин тағы да өзінің жүзігімен қаншама ақша ұтып алады. Сейк болса бұл қалай деп таңғалады. Артынан бәрі әңгімелесіп отыр еді. Бір жігіт келіп, Сейкті сосын қалғандарын атып тастайды. Одан кейін ол Джаланы да атып түсіреді. Франклин болса 57 секундқа артқа келіп, әлгі кісі келіп қалғанда оны бір береді. Сейк болса таңғалады. Мына бала мені құтқарды ғой дейді. Артынан бәрі үйге келгенде Джала Франклинге менің суреттерімді көрсететін көрмеге келесің бе дейді. Франклин болса я келемін дей салады. Франклин осы уақытта әлгі Сейкті атпақшы болған адам жайлы қарап жатады. Сөйтсе ол жігіттің әйелі осы Сейктің жұмысында көз жұмған екен. Сол үшін кек алмақшы болған екен ғой. Франклин бірден ол әйел жайлы Рейниден құжаттар сұрайды. Бірақ Рейни, мен бастықтан сұрап көрейін дейді. Ол құжаттың өзін Сейк Торренс Франклинге әкеп береді. Сосын сен мені құтқардың деп ол Франклинді кафелерге қыдыртады. Нәтижесінде Франклин Джаланың көрмесінен қалып қояды. Үйіне келсе әйелі Джала ашулы. Ол болса сен мені қолдамадың, анау-мынау деп айғай шығарады. Екеуі сыртқа шығып ұрысып бассейнге түсіп кетеді. 57 секунд режимі қосылады. Осы жерде бұл ауысуды да Джала сезінеді. Себебі оның да қолы жүзікке тиген еді. Джала болса бұл не болды жап-жаңа дейді. Сонда Франклин бәрін түсіндіреді. Бұның бәрі осы жүзікте дейді. Джала сонда демек мына байлықтың бәрі алдаумен келді ме? Сонда сен менің сезімімді де алдадың ба деп бет алды ренжіп кетіп қалады. Осы кезде Франклин қайғыруды артқа тастап өзінің миссиясын аяқтауға кіріседі. Ол Сейктің үйіне келіп, Рейнидің кабинетіне келіп қаруын шығарады. Сейфтің кодын айт дейді. Рейни айғайлап қалады. Франклин 57 секундқа артқа келіп, байқамай Рейниді өлтіріп алады. Үшінші рет келіп, Рейнидің аузын жауып кодты айт дейді. Рейни жазып береді. Ол 57 секундқа артқа келіп, жаңағы кодтарды жаттап айтып келе жатады. Рейнидің көзінше сейфті ашпақшы болады, бірақ код сөздері қате екен. Франклин қайтадан 57 секундқа келіп, оның аяғын атып тастайды да енді кодты айт дейді. Рейни осы жолы шын кодты айтады. Франклин болса қайтып келіп, сейфті Рейнидің көзінше ашады. Көзі жеткесін, қайтадан 57 секундқа артқа келіп, Рейнидің қал жағдайын сұрайды. Рейни болса, мен біттім, қазір кетемін дейді. Рейни кетіп қалғанда, Франклин жаңағы жаттап алған кодтары арқылы сейфті ашады. Сосын оның ішінен әлгі мерт болған әйелдің құжатын оқи бастайды. Керекті ақпараттардың бәрін өзіне алады. Сосын ол Энтонның жұмысында істейтін Энди деген досына қоңырау шалып көмек сұрайды. Мен саған бейнероликтерді жібердім, соны іс-шара кезінде экраннан көрсетші дейді. Мен саған ақша жіберіп қойдым дейді. Энди картасын тексеріп қараса қаншама ақша екен. Артынан Франклин әйеліне дыбыстама қалдырады, кешірім сұрайды. Ал Энди досы болса, іс-шара кезінде Сейк Торренсның былықтарын экранға шығарып қояды. Сөйтсе қызметте істеген әйелді Сейк Торренстың оң қолы Калверт өлтіріпті. Ал Франклин осы уақытта кетпекші еді, оны біреулер бір береді. Есін жиса Сейк Торренстың екен. Ол болса, сен қайтадан әлгі ақпараттың жалған екенін экранға айтасың дейді. Әйтпесе қызың зардап көреді деп олар Джаланы көрсетеді. Көліктен шығарады. Джала болса, Франклинге сен кереметсің, бүкіл шындықты көрсеттің дейді. Сонда Франклин оған 57 секундқа ораламыз, сен қашып кет дейді. Сөйтіп Джаланы қайтадан көліктен шығарып жатқанда, Джала әрі қарай қашып кетеді. Ал Франклинді ұшаққа отырғызып алып кетеді. Осы ұшақта Сейк Франклиннің қолын ұстап қалып, ол да уақыттың артқа шегінгенін көреді. Бәсе, қолындағы жүзігі екен ғой дейді. Бер маған дейді. Франклин болса, ала бер. Қазір оның мәні жоқ, бәріміз жарыламыз дейді. Сейк болса жүзікпен бірдеңе жасамақшы болады, бірақ ештеңе шықпайды, ұшақ құлайды. Артынан Джала бәрі осы жерге жетіп келеді. Франклин тірі қалыпты. Бұл жерге Энтон да келеді. Ол болса Франклиндегі жүзік жайлы айтады. Менікі еді, бірақ сенде жүргенін қаладым дейді. Жүзік өзінің иесін тапқан сияқты дейді. Сосын Франклинді жұмысқа шақырады. Франклин болса, жоқ, мен істемеймін дейді. Энтон болса, ондай болса жүзігімді қайтар дейді. Бірақ Франклин, жоқ, бұл жүзік жаман нәрсе, мен оны сындырамын деп таспен ұрып қалады.
Қараса, жүзікке ештеңе болмаған. Бірақ Энтонның қасындағы кісі бір түрлі сілкіне бастайды. Энтон болса, менің ұсынысым әлі де тұр дейді. Франклин болса, жоқ, оның үстіне мен сіздің білезігіңізді берейін дейді. Сосын Джала мен Франклин екеуі кетіп қалады. Солай кино аяқталады.